сыймай қалса бар ғой тісімен қысысатын да сөйтіп таға беремін. Алдында үлкен болған эфирге таққан едім. Сол кезде я кішірейткен түрім ғой, бірақ и то кішіремеген всякий не деген ғой. Ал қыздареки бриллиант деген ол статус негізі состояние ғой. Енді өтірік барасыз ба білмеймін, жалпы адамға көз түскенде жылтыраған нәрсеге түседі ғой. Мысалы сенің түрің әдемі болып тұрса, бриллиант сенен де әдемі болып сұлу болып тұрады ғой, жарқырап көз анаған түседі да. Сонда енді кішкентай балаларға көзмоншақ дейді, көзмоншақ тілден қорғамайды, бірақ көзді назарды өзіне алып кетеді деп ойлаймын, енді Аллахтың білуші ғой. Біздің қарақат айтқан бір күні бүйтіп тойда өлең айтып тұрмын дейді да. Сақинаның бриллианты көз алдында бүйтіп үзіліп бат түсті жерге дейді да. Тиіспей, ешкім тиіскен жоқ, просто тұрып өзімен өзі түсіп қалды, сондай болды деп. Анда богатый көрінеді, аха, өте богатый көрінеді. Чай береді сондай қыздарға. Сосын мынандай ойлаймын да, Гүлзоқ ше, Гүлшат, или ол нереально ма? Біздің енді қазір біз 30 шақты адам жиналып жатырмыз, иә? Әлі қосылам дегендер бар әлі. Меценаттар клубына қосылатын кісілер болса, Гүлзоққа жазыңыздар. Ау? Сенде парақша қандай? Коэн Гүлзоқ, иә? Коэн Гүлзоққа жазсаңыздар болады. Меценаттар клубына біз 50 адам аламыз деді қазір. Мен ойлаймын да, біз неге өзіміз осы апаларды ашып жатқан сияқты сондай жетім балаларға пана болатын орталық ашпаймыз деп ойлаймын. Или ол қиын ба? Оның жұмысы көп, бетінің бәрін жан-жаққа қашып, Гүлшаттың шашы ағарып бізді боқтап жүрмейді. Екеуі ғана үндемейді қалғанымыз болады. Істейтін адамдар болады, только не мы десе. Дом мамы ашамыз ба шынымен де? Просто біз арендаға аламыз да, мысалы үшін төсектер бәрін қойып қоямыз, продукты. Біздің қаржымыз жетеді оны обеспечить еткенге. Оған қандай рұқсаттар керек? Гүлзоқ, сен оны білші онда, давай. Мысалы үшін күйеуінен қанша таяқ жейді әйелдер қиналып жүрген да, баратын жер жоқ, бүйтіп қалады. Подружкам үйде бесплатный қонақ бар екен, баратын жерім жоқ, мысалы офиспен жүрген квартирада. Иногда айтамын, қала беру шақта деп ше. Мысалы да, баратын үй жоқ, қолында кішкентай емшектегі баласы бар. Мына қақаға қысты далаға сондай қыздар мысалы көп қой. Соларға мысалға жетімдерден достаточно мемлекет не қылады. Дом мамы, мысалы Алматыда 3 дом мамы бар, 4 дом мамы бар. Мына ассоциация контрактов анализа да, маған президенттің бөліп берген несі, мен кураторым осы 4 дом мамыға. Ана жерге барып, біздің психологтар тегін волонтер ретінде консультация жүрген дом мамыдағы. Егермен жұмыс жасаймыз тегін. Ал енді бұлай дом мамыға баруға ұялатын мамалар бар ғой, біздің кәдімгі платоктағы сұраларымыз бар ғой. Аты дом мамы емес, дом счастья, бақытты үй сондай күшті аталып. Бақытты ана деп ашсақ. Дом счастья десе, вот бақытты үй деп қойса болады. Дом мамы қаншадан жұмыс жасайды? Как раз сол әйелдер жұмыс жасайды. Арендаға жер үй алу керек па онда? Долгосрочно келісіп алу керек па? Ау? Чтоб жаздың күн далада ойнайтындай. Төрт дом мамы бар ғой, төртеуінде Гүлзоқ, давайте соны сендер қыздар өздеріңізден жиналып ақылдасыңыздаршы соны. Өздеріңіз бас қосып, Аида ханымна жас қыздардың бәрін пайдалансаңдаршы. Я, ана Аида, міне Аида отыр. Сайдан шақырғандар арасында. Сайда да күшті. Иншалла. Менде мына қала шетінде жер бар да, біз қазір не соғып жатырмыз. Бірақ ол жерге үй соғылмайтын шығар бола ма? Может быть, қыздар, давайте 2-3 айдың мартқа шейін ақшасын жинап, мартта может бір үй сатып аламыз? Біз үй сатып аламыз? Қанша семейдің қымбат қой? Сенің елитный мама жүретін үй керек жоқ бізге. Мен кеше маған бір кісі сұрап, осы үй сататын үй таныстарың бар ма деп көрдім. Кастингтан сол жақтарда 30 миллионға жаңа үйлер тұр ғой. Біз как раз 20 адам 500 мыңнан жинағанда қанша бір айда? 25 дейікші, 25 адам 500 мың болғанда бір айда қанша? 2 айда.
айда 25 миллион бар. Матта как раз алады 3 екенбіз айда ғой. 37 миллион дешең бар. Әрекет номер Ау? жасап, кім бізге 500-ден қосылатын қыздарды. Так. Сайран деп мені шақырып жатыр деп ойлап отырдым ғой дейді. Олықта сайра деген қыздар иә. Так, жазшы кім Гүлзаттың номерін. Мен уже асығып отырдым ше, менің ана клиенттерім келіп қойыпты. Туф, кішкене. Так. Дайректке жаза берсін қатысам деймін. Иә, дайректке жазыңыздар, Гуен Гүлзок парақшасына жазсаңыздар болады. Давайте қыздар лучше үй сатып алайық та. Оған қандай документация керек, как попало аша беруге болмайды деп ойлаймын, оның да рұқсаты бірдеңесі керек шығар. В общем, Гүлзок Гүлжат екен в общем, иә. 2 айда сіздерге немене болады. Енді аузада көмектеседі ғой, в принципе. Документ жақты қатты білетін кісілер көмектесесіздер ғой. Образованиемен қатысы бар бізде ешкім жоқ па? Білімге қатысы бар сондай бір. Әлеуметтік ана орталықтар болады ғой, сондақтардың кісілерге барып, давайте атын Хадиша деп қояйық. Назым Әлиде де қосылайық, осыларға Назым Әли бізде бар ғой ол. Біздің арамызда Назым Әли бар, біздің арамызда Айгерім Тәңірберген бар, Жұлдыз Ақболат бар, Балқия Балтабай бар, Лаура Сейітбек бар. Кім керек басқа? Бүкіл инфобизнес біздің арамызда тұр. Барлығы бар. 8 наурызға открытиясын жасайық, кәдімгі лентасын кесіп. 8 наурызға, иә? Иә. Енді бәрі демалады как раз. Ау? Берекеті болсын сіздеріңіз, рахмет. Сіздерге сеніп ажырасып жүрмесін қыздар дейді. Міне, Гуен Гүлзок номерін не істеп қояйық? Адамға жақсылық жасайын деп жатсаңдар ғой, осындай. Сіздерге сеніп ажырасып жүріңіздер. Мадина деген кісі Гүлзокқа сенбеңіздер деп жазып жатыр. Білмеймін біреу, Гүлзокқа сенбеңіздер деп енді жаза береді ғой, бұл нәрселер, блокқа жүрмін. Сбор ашпаймыз, бұл жерде сбор ашпайық. Ертең ол халықтың ақшасы деген әңгіме, зачем бізге? Өзіміз төлейік, өзіміз спокойно жүрейік, ешкім ақшасы керек емес. Сбор ондай нәрсе жасамай, халық өздері сбор жасап, өздері істесе, біз оған не демес жүрміз, өздері қарайды. Ол қойдың Гүлзоктың орнын. Бізде Алдужан үйі бар Алматыда. Біз Хадиша меценаттар клубына ашатынбыз, қыздардың барлығы қосылып, бір 30-40 қыз болатын шығар деп ойлап тұрмыз. Одан кейін ешкімге үй алуға көмектеспейміз қыздар, сразу, иә. Өйткені үйді мы не справимся оған. Конкретно өзіміз нақты шешіп алайық, осыған көмектесеміз, сол миссиямызды до конца алып жүрейік. Өйткені көп адам әртүрлі нәрсе айтады, маған үй алып беріңдер, менің балам ауырып жатыр, әсіресе қазір денсаулығы жоқ балалар өте көп, оған үлкен суммалар керек та, тоже біз тастамайтын жағдайлар бар. Біз енді қатты меценаттар емеспіз, да, или болмаса үлкен ер азаматтар емеспіз. Енді Құдайдың миссиясын өзімізге ала алмаймыз, бүкіл елдің проблемасын шешіп. Қолымыздан не келеді, соны ғана жасайық, иә. Мен қосыламын, Айнұр ханым, давайте, Жансая Айгожина. Гүлзокқа жазыңыздар, бірақ ай сайын 500 мың төлей аламын деген кісілер болса, осы істің басы-қасында боламын десеңіздер, пожалуйста, келіп қосыңдар. 8 наурызда бізде дресс-код бәрін өздеріңіз жасайсыңдар ғой, иә, бәрімізде дресс-код болады. Кешегі Кенжебектің Хадишаға Ануар клубы деген видеосын жіберіп, өлеңдеріне соны өздеріңіз жасайсыңдар ғой. Так. Ау? Мен бірақ жаңа собраниеда айтпадым. Уже телефон қойылды, бәрі бітті, консультация, мен консультация болып қойдым. 2 сағат консультация өткіздім. Мен бірақ жаңа консультацияда домалмайды ойлап отырдым ше. Сөйтсем Алланың көзін ашты ғой. Маған жаңа Жанна, Ольга детский психолог бар. Жанна, мы выбрали тебя, а ты будешь куратором дом мамы. Да, қалада, осы Алматыда дом. Мен жыладым ғой, мен керек Аллахты қалай считывать мындай нені ше, прям көркем түрде естеді. И қазір де жаңа детский домға барамыз, детский дом, анау карантин деп жатыр, анау бүйтіп жатыр. И дом мамы деп прям машаллах, қандай қуаныштымын. Сондай мұсылман, қазақи дом мамы болса, иншалла, иә. Бәрі карантин. Ол да белгі шығар, өйткені Алла тағала осын ашуға дейін. Азық-түлік беріп қосылсақ деген болмайды. Ау?
иә. Жетпіс екі мың сақинасын алып сабаққа қатысуға болады, Мәдина ханым, болады. Сабаққа қатысу үшін бірінші офлайнға кімдер келеді? 20 қаңтар Алматы, 21 Шымкент, 22 Ақтау. Тезірек хабарласыңыздар. Давайте мынаны алып тастайын, меценаттар клубын. Аякке өскеменнен 50 кісі жинап қойсам келесіздер. Гулина ханым, келемін. Дайректке жазыңыз, 50 кісі жинай алсаңыз, пожалуйста, келеміз. Просто бұл 50 кісіден көп болмайды. 40 кісі жинасаңыз да келеміз. Өйткені ол глубинный жұмыс болады. Такая красивая, рахмет жанымды. Мен детдомның тәрбиеленушісімін дейді. Жалпы жетім балалармен жұмыс жасаудың күштілігін айтайын сіздерге, бар ғой. Қазақтың керемет бір сөзі бар. Жалғыздың жары Құдай дейді, жетімнің жары Құдай дейді. Жетім балаларды Аллах өзі көтереді. Сен оған көмек жасаған сайын Аллах сені көтере береді. Өйткені жетім балалар Аллахтың опекунствосындағы балалар ғой. Поэтому қыздар екен, иншалла біз осы жұмыс жасаймыз ғой. Бәрімізге бұл жерге клубқа кіргенде арманда, кірмегенде мощный дос болады, мен сіздерге отвечаю. Мен өзім жетімдермен жұмыс жасағанбыз, біз күйеуіміз екенбіз. Жетім балаға стипендия, помнишь? Қанша балаға берді? 10 балаға, иә, 30 мың теңгеден бердік, иә. Қанша ай бердік та соны? Бір жылдай бердік та біз 10 балаға. Қатты дос болды ғой менде. Аллах өзі сенің анша-мұнша минусыңды жасырып, плюстарыңды көтеріп. Сондай. Так что жетім балаларға көмектесетін болсаңыздар, бұл Аллахқа көмектесу ғой. Аллахтың разылығы тікелей деген осы. Күшті семена болады енді. Миссиясы мықты. Представь, ол бала ертең өсіп, сенің жаңа қайырымдылығыңды көріп, өзі Аллаға жақындап, өзін азамат ретінде қалыптастырса, ол ертең мықты отбасын құрайды уже ол бала. Әлбетте. Иншалла. Сондықтан ары қайтып семішкі қазір көпіріп ертең түк жоқ, 2 жетім баланы жетектеп шығып бердік. Осы 2 балаға бергеніміз 100 мың теңгеден деп. Қалған ақшаның бәрін қыдырып жеп қойып. Сондықтан осыны өздеріңіз жасаңыздар, иә. Қыздар, мен басым бастаймын да өзім аяғына шейін апара алмайтын болғасын мен кірісіп отқан жоқ. Мен лучше ақшасын беріп қана отырайын. Мен ойлаймын, менің мнением. Если сіздер айтсаңыздар, осылай деп, может, жаңадай қаланың шеттерінде талғардан алуға болады. Қаскелеңнен алайық. Жақсы 20-30 миллионға. Может, мүмкін Құдайға қараған адамдар бар шығар. Мен үйімді 50 миллионға еді, сіздерге осыншаға бере салам дейтіндер де болуы мүмкін. Қарайық, иә. Инстаграмға объявление жасайық. Кім үйін сатады осындай қайырымдылыққа. Ол жерде жетім балалар тәрбиеленеді деп. Дом мамы сияқты, иә. Міне Моншақ ханым посудан өзім ойын алады, как всегда. Примерно, да? Продукты бар, мысалы үшін сондай. Бәріміз сол жерде бас қосатын болайық та. Ана балалардың барлығының ортасында көрпе бар. Міне хан қызы көрпелері дайын. Қазақша бәрін жасаймыз. Әр баланы өзіміз тіркеп отырып. Представьте, да, ертең олар қандай деп нәтиже көрсетеді. Ән терапиядан да не істеуге болады ғой? Домбыра кружогын ашуға болады. Қазбек қой? Көтмейтін офлайнға қыздар екен, офлайнға келетіндерің сірә алдын ала бұтақ айтып қоймасаңыздар, өйткені ол жерге сыймай қалып ертең ұят болады да. Сосын қыздар екен, сіздерге ғана айтайын, бізде если қалай болатынын Сайрадан сұрап алсаңыздар болады. Бізде қыздар екен, мен айтып кетейін де шығып кетейін, иә. Хеллингер методикасымен разбор жасалынады, иә, бұл тірі адамдармен разбор жасау. Бұл разбор расстановкаға жатады. Бұл біз осы жасағанбыз, Сайралардың кезде соны жасағанбыз, группамен жасадық та. Ол жерде енді адамдарға да байланысына, энергетикаға байланысына так получилось, 100% ровно шықты. Сондай болды көк жерде. А мен басқа жақтарда Стамбулда бір рет жасағаным, почему-то басқаша ақпараттар берді да. Бір үлкен ұстаздарға жасадым мен разборды, бірақ мен ойымнан шықпады почему-то. Сонда разборға запрос болатын болса, ол разбордың бағасы да қымбат, бірақ сіздің нақты сұрағыңызды алып келесіз, сразу жауабын тауып аласыз. Біріншіден, екіншіден, ол разбор 300 терапияның орнын алмастырады. 300 терапияның орнын алмастырады. Если мықты ассистенттермен жасайтын болса.
3 сағат бойы 10 адам сізбен жұмыс жасайды ғой. 3 сағат бойы. Ау? Өлеміз, ана 3-ші сақинаны алып шық десең. Ана сақинаны алып ен, ана 3-ші қалдыңыз. Оны қандай ниетпен жүрсек, сол нәрсе сондай Жандан болады ғой, екен. Иә. Сәнзап керек болып дірек дешеден бер. Мінекей сізге де Тоже алып. көйлегіне подписано. Сіздің де көйлегіңізде портрет екен, о Алла міне. Алла разы болсын қыздар екен. Симаға тоже бриллиант. Реально көйлегіне портрет. Мен арасында гадать етемін ғой десем. 20 күні ондай глубин разбор болады деп айта алмаймын, бірақ енді может кому-то ұнайды келіңіздер, иә? Келіңіздер. Ал жаңағы жұмыстың барлығын тегін кіресіз ғой енді. Бірақ енді көп адам келмегені жақсы. Босамағаның жақсы жұмысын істесін. Өйткені ол жерге ақша төлеп келетін адамдардан обал болып кетпесін да. 21 күн Шымкентте келем десеңіздер, 22 күн Ақтауда. Мұнша сіз қайтаспайды. Қай күн ұшасыз? 21 түнде ұшсаңызшы. Жоқ, 22 таңда бірге ұшайық. Мен 20 ұшамын ғой. 20-сы? 21-іне қарай. 22-сінен 23-іне қарай. Онда 22-сі болады екенсіз ғой. Иә? Күндіз болады. Түнде біз түнде жұмыс жасамаймыз. Гүлсөк, Гүлшат екен, в общем. Гүлсөк, сен Гүлшатқа қатты сене берме, оны жоқ болып кететін әдеті бар. Сен қасында Жанна ханым кішкене дұрыс сияқты ғой, Гүлшатқа қарағанда. Ақылдасып жаңағы. Давайте қыздар домашайық, өзіміздің үйімізде болып. Сол мамада өзіміз ғаш жүрмейік. Гүлсөк көлме бар ма деп. Жазып жатыр, повар керек па, мен бар повар әкелейін, мен продукт әкелейін деп жатыр, ашып алайық. Алеке, барлықтарыңыз көргеніме қуаныштымын. Мен өзі жылына бір-ақ рет жеке консультация жасаймын, жылына бір-ақ рет. Сол бүгін бағана бірде жасадым, қазір бір-ақ адамға жасаймын, сол мен үйге барып ұйықтау керек, уже энергиям сығылып жатыр. 20-сына шейін демалу керек. Барлықтарыңыз көргенімізге қуаныштымын, сіздердің барлықтарыңызды жақсы көремін. Құрсын маған фанатит етпеңіздер, мен ондай бір күшті адам емеспін, минусым өте көп. Жақсы көргендеріңіз үшін Алла разы болсын. Өйткені мен минустың бәрін Алла жасап қойған, наверное, сол үшін әйтпесе жаман адаммын ғой мен негізі. Сондықтан қымбатты қыздар, барлық